Сәлем достар, бүгін біз сіздермен хит торттардың бірі Наполеон тортын дайындаймыз. Егер менің каналыма әлі тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең алдымен қатпарлы қамыр дайындаймыз. Ол үшін мұздай морозилден шыққан сары майымызды үккіштен өткіземіз. Оған ұнымыздың бір бөлігін қосып, пышақпен не болмаса палетканың көмегімен осылай ұсақтап бөліп араластырамыз. Және де жылдам қолымызбен жинап, бір комок жасап, оны бір шетке қоя тұрамыз. Сонан соң барлық мұздай ингредиенттерімізді өзара араластырамыз. Ол мұздай су, жұмыртқа, уксус және де тұзымызды қосамыз. Соңынан қаймағымызды қосып, барлығын венчикпен араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызға осы қоспамызды құя отырып қамыр елейміз. Алдымен венчикпен араластырамыз, кейін қолымызбен қамыр елеуіміз қажет. Егер ұндарыңыз аз болса, аздап ұннан қоссаңыздар болады. Осы қамырымыз қолымызға жабыспау керек. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Ол осындай жұмсақ, бірақ қолымызға жабыспайды. Енді қамырды 4 бұрыштылеп жайып шығамыз. Және бағана дайындап қойған сары майымыз бен ұнымызды ортасына қойып, қамырымызды бүктейміз. Қамырымызды пакетпен орап, холодильникке 2 сағатқа салып қоямыз. Пломбир кремін дайындаймыз. Ол үшін пешке қоятын ыдысымызға мұздай сүтімізді, құмшекерімізді, жүгері крахмалын және де жұмыртқаның сарысын қосып, барлығын венчикпен араластырамыз. Бір текті масса болған соң жай отқа қоямыз. Міндетті түрде үнемі астын араластыра отырып, осы массамыз қоюланғанша күтеміз. Міне біздің массамыз осылай қоюланды. Оны тез су үшін бөлек ыдысқа аударып аламыз және бөлме температурасындағы сары майды қосып араластырып, осы массамызды суытамыз. Міндетті түрде бетін пищевой пленкамен жауып қойғандарыңыз дұрыс. Холодильниктен қамырымызды шығарамыз. Қолға жабысып тұрса аздап ұннан сеуіп, қамырымызды жаямыз. 4 бұрыштылап жайған қамырымызды дәл видеодағыдай бүктейміз. Қамырымызды оқтайдың көмегімен тағы да кішкене жаямыз. Сонан соң тағы ортасынан бүктеп, осы қамырымызды 1 сағатқа холодильникке тағы салып қоямыз. Міндетті түрде пищевой пленкамен орағанымыз дұрыс. 1 сағаттан кейін қамырымызды қайтадан жаямыз. Қатпарлы қамырымызды тағы да дәл видеодағыдай бүктейміз. Қамырымызды бүктеп болған соң 20 минутқа тағы холодильникке саламыз. Сонан соң қамырымызды шығарып, осылай теңдей 8 бөлікке бөлеміз. Біздің дайындаған қамырымыз осындай қатпарлы болып шығады. Арасы керемет. Енді осы қамырымыздың бетіне аздап ұннан себе отырып, жұқалап жаямыз. Астына міндетті түрде пергамент қағазын төсегендеріңіз дұрыс. Диаметрі 20 сантиметрлік кольцоның көмегімен осылай кесеміз. Шет-шетінде пісіргеніміз дұрыс. Қамырымыздың ортасын пилканың көмегімен осылай тесіп шығамыз. Және шет-шетімен қоса қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 5 минут пісіріп аламыз. Барлық қамырымызды дәл видеодай пісіріп алған соң бетінен суыған кремнен бөліп салып, аздап кремімізді жан-жағын әсемдеуге, жағуға алып қаламыз. Қасықтың көмегімен кремімізді жағып шыққан соң тортымызды бірдің үстіне бірін қоя отырып осылай жинаймыз. Және алып қалған кремімізді тортымыздың жан-жағына жағамыз. Және де крошкалардың барлығын блендерден өткізіп майдалаймыз. Және де бетін, жан-жағын сол крошкалармен сәндейтін боламыз.
Дайындап болған тортымызды 2 сағатқа холодильникке кремі жақсы сіңу үшін салып қоямыз. Достар, біздің қатпарлы қамырмен дайындалатын Наполеон тортымыз дайын. Осылай арасы қатпарлы болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі видеода жолыққанша